Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен мен Пернебек ағай, математикалық сауаттылық пәнінің мұғалімі. Бүгін біз ұлттық тестілеу орталығының жаңадан шыққан свежий нұсқаларын талдайтын боламыз. Мен өзімді қысқаша таныстырып өтетін болсам, осы білім саласында оқушыларға білім беріп жүргеніме 5 жыл, жетістіктермен қысқаша бөлісіп өтейін. Барлықтарыңызға белгілі 25 хай скул мектептерінде, Тараз және Алматыда жалпы 4 жыл математикалық сауаттылықтан, математика пәндеріне сабақ бердім. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің математика пәнінің қызыл дипломмен аяқтаған болатын, және де менің осы күнге дейін ең басты жетістігім 18 және 25 жас аралығында өткен математикадан халықаралық олимпиададан жүлделі екінші орын иеленіп 500 мың теңгенің иегері атанған болатынмын. Дайындаған оқушыларымның саны 700-ден астам, оның ішінде онлайны бар, офлайны бар. Грантқа түсу көрсеткіші 95%. Так, енді біздің есептерімізге тоқталатын болсақ, сіздерге оңай және қысқаша тілде түсіндіретін боламын. Так, бірінші есеп, мынандай бір есеп келген екен. А санының Б санына бөлінісі 0,6-ға тең, Б санының С санына бөлінісі 1,2-ге тең. А саны С санының неше пайызын құрайтын табыңыз дейді. Так, олай болса, мен жазып қойым. А бөлінген Б бізде 0,6. Және дәл осылай Б-ны бөлеміз біз С-ға, тең болады 1,2. Бұл жағдайда ең оңайы осындай бөліндінің мәні болатын сандарды табу. Мысалға, Б-ны С-ға бөлгенде 1,2 шыққан. Б-ны біз 12 деп, С-ны біз 10 деп алатын болсаң, 1,2 шығады. Яғни бізге Б-мыз 12-ге тең ғой. Мына жаққа 12 деп жазып қоямын. Яғни қандай да бір санды 12-ге бөлгенде 0,6 шығады. Яғни мен ол санды табу үшін көбейтіп жіберемін. 12-ні 0,6-ға көбейтсем 7,2. Сонда 7,2-ні бөлем 12-ге 0,6 шықты. Сонда мендегі белгісіз А-мыз 7,2-ге тең деп алайын, ал С санын 10-ға тең деп алын. Дұрыс қой. Енді бұл жақтан біз қанша пайызын құрау үшін пропорцияға салатын боламыз. Так, С бізге толық 100%, яғни 10 бізде 100%, 7,2 осының қанша пайызын құрайды? X деп болайын. X тең пропорция дегеніміз 7,2-ні 100-ге көбейтемін, бөлемін X-ға қарсы жатқан 10-ға. Түсінікті болып тұр, 72% шығатын. Яғни 7,2 10-ның 72%-ын құрайды. Бұл бізде А нұсқасы. Әрмен қарай кеттік. Келесі есебіміз AN 7N+3 формуласымен анықталатын тізбектің ең үлкен 3 таңбалы мүшесі. Бірінші, біз 7-ге бөлінетін ең үлкен санды анықтайық. Мысалға, 700 бізде 7-ге бөлінеді. Оған қосайын 280-ді. Дұрыс қой. Яғни 280 7-ге бөлінеді. 980 болды ма бізде? 980 ар жағында қанша? Ар жағында 14. Мыналардың бәрі 7-ге бөлінеді сандар. Сонда 994 7-ге бөлінеді. Енді оған 3 деген санды қосам, 994-ке қосамын 3-ті, 997. Яғни мынау тізбектің анықталатын ең үлкен 3 таңбалы мүшесі 997-ні береді екен. Кеттік әрмен қарай. 103-тен үлкен X, ал кіші ол 631-ден шарттарын қанағаттандыратын 7-ге еселі X натурал сандар қатарының медианасын табыңыз. Так, 103-тен үлкен 7-ге бөлінетін сан, ол бізде 105. Дәл осылай кете береді. 631-ден кіші бөлінетін сан 630, оның өзі 7-ге бөлінеді. Өйткені 630 бөлу 7 90 шығады. 630. Сандар қатарының медианасы. Мынау сандардың ішінде бізде көп сандар бар. Дұрыс қой? Арасында. Яғни 7-ге бөлінетін барлығы. Осы сандар қатарының ең кішісі 105, ең үлкен 630. Медианасын тап деген бастапқысы мен соңғысын бір-біріне қосып 2-ге бөле салғанға тең болады. Яғни қарайық. 105 қосылған 630, осыны бөлеммен 2-ге. Медианасы дегеніміз осы сандар тізбегінің қақ ортасында тұратын сан. Яғни бұл өсу ретімен жазылып тұр ғой бізде. Так, қарастырамын. Сонда 735 бөлінген 2. Ол бізде
367,5 шығады екен. Ол бізде міне С нұсқасында тұр. Әрмен қарай кеттік. Бізде осындай бір сандар қатары берілген, оның біреуін өшірді. Өшірген санның жай сан болу ықтималдылығын табыңыз. Бірінші жай сан дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Жай сан дегеніміз өзіне және бірге бөлінетін сан. Жай сандардың ең кішісі ол бізде 2. 2 өзіне бөлінеді және бірге бөлінеді. Так, келесі жай сан бізде ол 3, келесі жай сан ол бізде 5, яғни өзіне және бірге бөлінеді. 7, келесі 9 деп алуымызға болмайды, өйткені ол 9 3-ке бөлінеді. Келесі жай сан 11 деген сияқты кете береді. Жалпы түсінікті жай сан. Енді ықтималдық дегеніміз не? P тең n-нан m. N деп отқанымыз ол бізде барлық элемент, үстінде m деп тұрған ол бізде керегі. Сонда біздің жағдайда P тең, бізде неяқта қанша сан бар барлығы? Санап шығайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сан бар. Өшірген санның жай сан болу ықтималдығы. Мынаның ішінен жай сандарын асын сайық. 13 бізде жай сан, 2 жай сан, 5 жай сан, және 31 7 жай сан. 5 жай санды біз таптық. 10-нан 5 болды сонда. 10-нан 5 5-ке қысқарады бізде 2-ден 1. 2-ден 1 дегенді біз 0,10-нан 5 деп жазуымызға болады. Ол бізде D нұсқасы. Кеттік әрмен қарай. Келесі есеп тапсырыс бойынша шебер диагоналінің ұзындығы 25 см және бір қабырғасының ұзындығы 15 см болатын тік төртбұрыш пішіндес шаблон жасау керек болды. Шаблонның ені қандай болады? Так, былай біз тік төртбұрыш сызып қояйық. Осының диагоналінің ұзындығы 25, міне тік төртбұрыштың диагоналінің ұзындығы 25. Бір қабырғасының ұзындығы 15 дейді. Және шаблонның ені қандай? Яғни шаблонның келесі қабырғасы неге тең деп тұр. Так, бұл бізде тік төртбұрыш болғаннан кейін, бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды. Мысалына А деп қойын. Яғни бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш, яғни Пифагор формуласы. Яғни гипотенузаның квадраты тең болады катеттерінің квадраттарының қосындысына. 25-тің квадраты бізде 625 тең 15-тің квадраты 225 плюс А квадрат. 625-тен 225 азайтсам 400 тең А квадрат. Қандай санның квадраты 400? Әрине ол бізде 20. Сонда бізде белгісіз тік төртбұрыштың бір қабырғасы 20-ға тең екен. Ол бізде міне Б нұсқасы. Яғни біз есептерде математикалық сауаттылықта Пифагор формуласын білу керекпіз. Кеттік оқушылар, әрмен қарай. Дөңгелек диаграммада ерік дүкендегі заттар бойынша бір айда сауда жасаған адамдардың саны пайыздық мөлшерде берілген. Егер теледидар сатып алынған адамдар саны 240 болса, жалпы сауда жасаған адамдар саны. Теледидардың пайызын қараймыз. Теледидар бізде 100%-дің 12%-ын құрап тұр. Осы 12% теледидарымыз біздің 240 адам екен. Бізге табу керек жалпы сауда жасаған, яғни 100%-ды X деп анықтап алу керекпіз. Яғни пропорция ұғымы, пропорция дегеніміз X тең пайызды пайыздың астына, адамды адамның астына жазып алдық. Енді екінші X-ті табу үшін 100 бен 240-ты бір-біріне көбейтеміз. Ал X-қа қарсы жатқанды біз міндетті түрде бөліміне салып бөліп жібереді екенбіз. 12 мен 240 қысқарады бізде 20, 20 көбейтілген 100 бізде 2000-ды береді. Яғни 2000 адам бізде сауда жасаған екен. Әрмен қарай кеттік. Сыныптағы 35 оқушының 15-і қыз бала. Осы оқушылардың бір қыз бен бір ұлды таңдап алу тәсілдерінің санын табыңыз. 15-і қыз бала болатын болса, 35 азайтылған 15, 20, 20-сы ұл бала болады екен, ұл. Енді бізден бір қыз бен бір ұлды таңдап алу тәсілін сұрап тұр. Енді бізде 15 қызымыз бар барлығы. Енді оның 20 ұлға не істейді екенбіз? Көбейтеді екенбіз. Яғни біреуден алу керек қой бізге. 15 қыздың орындарын ауыстырып, 20 ұлдың орындарын ауыстырып, бізден қанша тәсіл жасауға болады екен? 300 тәсіл жасауға болады екен.
Енді сіздерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін, мына жақта бір қыз емес, екі қыз, ал мына жақтан үш ұл деп сұрақса қалай шығарамыз? Ондай жағдайда біз теру формуласын қолданамыз. Яғни S 15 ұлдан 15 қыздан екі қызды таңдап, ал мұнда 20 ұлдан 3 ұлды таңдаудың қанша тәсілі бар десе, осы теру формуласын бір-бірінен қолданып, бір-біріне көбейтеді екенбіз біз бұл жағдайда. Яғни бұл бізде теру формуласы, яғни комбинаториканың бір тақырыбы. Енді бұл біздің шырақ онлайн курсымызда тереңірек мен түсіндірген болатынмын. Бұл келесі есептерге біз көшейік. Төмендегі заңдылық бойынша шаршылардан құралған фигуралардан алғашқы 4 адымы берілген. 6-шы адымында қанша шаршы болатынын табыңыз. Яғни мынау түсінікті. Яқта басында бір шаршы еді, одан кейін астында 3, үстінде 1 болды. Келесі, астында 5, үстінде 2. Мына жақта астында 7, үстінде 3. Келесі қадамда бізде, яқта 7 ғой. Келесі қадамда бізде яқта 9 болады астында. Ал үстінен бізден 3 ма, келесі 4 болады. Яғни яқта 13. Бұл бізде 5-ші қадам, 5-ші адым. Бізге 6-ші адымды сұрап тұр. Яғни 13 деген жауапты белгілеп қоймаймыз біз. Так, сонда 6-ші адымда бізде 9 болып тұр ма? 6-ші адымда астында 11 болады, ал үстінде бізде 5 шаршы болады. 11 қосылған 5, ол бізде 16. Яғни барлығы 16 шаршы болады екен. Әрмен қарай кеттік. Дүкенде 3 күнде 2021 көкөніс сатылды. Екінші күнге қарағанда бірінші күні 167 килограмм көкөніс артық сатылды. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 119 килограммға кем сатылды. Екінші күні неше килограмм көкөніс сатылғанын табу үшін құрылған теңдеу. Так, күндерді бөліп қойық. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн деген секілді. Екінші күн, яғни екінші күнмен ориентир алып тұр. Екінші күнді X деп болайық. Так, екінші күнге қарағанда бірінші күні 167 килограмм көкөніс артық. Яғни бірінші күні бізде X қосылған 167. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 119 кем. Яғни X минус 119. Барлығын қосқанда бізде 2021 шығу керек. Яғни теңдеу құрайық. X қосылған 167 қосылған X қосылған X минус 119 тең болады бізде 2021. Так, қосайық. 3X болды. 167 минус 119 ол бізде 48 тең 2021. Бірінші осы теңдеу бар ма, жоқ па қарай салайық. Иә, міне С нұсқасында тұр екен. Осы бізде жауап ретінде қалады. Келесі есебіміз бассейн моделінің параметрлері келесідей. 4 метр, яғни 8 метр. Бассейннің бүйір қабырғаларының қалыңдығы 1 метр. Бассейндағы су бетінің ауданы. Яғни мынау бізде судың бетінің ауданы. Яғни осы тік төртбұрышты сұрап тұр бізден. Яғни квадрат. Яғни бұл квадрат негізі 8-8. Бірақ оның қалыңдығы берілген бізде. Қалыңдығы 1 метр. Яғни біздің 8 метріміз мына жағынан 1 метр, мына жағынан 1 метр алынып тасталады. Сонда ол ұзындығы 6. Енінен де дәл осылай қалыңдық бар ғой. 1 метрден алынып тасталса, 8 метріміз уже ол да 6 метр болып қалады. Яғни 1 метрден қысқаратын болса, ұзындығы да ені де 6 болатын бізде квадрат. Яғни судың бетінің ауданы. Біз ешқандай көлем ешқандай сұрап тұрған жоқ. Сонда біз S тең 6 көбейту 6 аудан. Ұзындық пен енін көбейтеміз 36 метр квадрат. Ол бізде міне С нұсқасында тұр. Яғни математикалық сауаттылық менің курсымда бұндай геометрияның қиын есептерін, оңай есептерін барлығын мен талдап, көрсетіп, түсіндірген болатынмын. Және де сіздерге осы тұста ұбт-ға қалай дайындалған ыңғайлы, қалай дайындалған жөн, сол туралы сіздерге қысқаша ақпарат беріп өтейін. ұбт-ға дайындалудың жолдары, ол бізде 3 жолы бар. Өздері дайындалады, кейбір оқушылар өздері дайындалған ыңғайлы. Келесі репетитормен дайындалады, жеке отырып, немесе білім орталығына барып дайындалады. Яғни неше түрлі бізде курстар бар деген секілді. Өздері дайындалатын оқушылардың 80% кемшілігі мен артықшылығы. Өзі жеке дайындалатын оқушы не оқу керектігін білмейді, жүйе жоқ, яғни оның менторы жоқ, оған бағыт-бағдар беретін. Мотивациясы бірде болады, бірде болмайды.
прогрессті байқамайды, яғни оның прогресс қанша балмен бастады, қанша бал қазір қандай деңгейде жүргенін, және оған уақыт көп кетеді жүйе жоқ болғаннан кейін. Оның артықшылығы ақша кетпейді, ешкім қинамайды, бала өзімен өзі жүреді. Екінші, репетитормен дайындалады. Әр пәнге жеке-жеке репетитор жалдау өте қымбатқа түседі. Мықты репетитор алу керек, ал оның сағаты орташа 5000 теңге. Бір пәнге 60 сағаттан көп кетеді, мысалы математика, физика, химия деген секілді. 4 пәнге кемі 240 сағат, ол дегеннің уже миллионнан астам кетеді. Оның артықшылығы жеке дайындайды, түсінбеген сұрақтарын жеке сұрай алады. Үшінші бір оқушылар болады, олар білім орталығына барып дайындалады. Білім орталығына барып дайындалу, ол қаланың балаларына ғана мүмкіндік бар. Ауылда шет жақта тұратын балаларға ол білім орталықтарына, қалаға келіп қатынау оларға алысқа соғады. Уақыт, энергия жолға кетіп қалады, яғни оның жолы бар, барып қайту деген сияқты. Білім орталықта әлсіз мұғалімдер де болады. Ақшалай өте көп шығын тудырады. Жақсы орталықтар айына кем дегенде 50 000 теңге алатын болса, 10 ай дайындалу оған 500 000 теңгеге соғады. Оның артықшылықтары жүйемен дайындайды, куратор болады, оқитын ортаға қосылады, яғни мотивация болады. Төртінші бір нұсқа бар, ол ең тиімді нұсқа, себебі онда гарантия беріледі, сабақтардың сапасы және 1 жыл бойына қолдау, ұбт-ға дейін бірге бару, яғни ұбт-ға дейін бірге барып, қандай мамандық таңдайсың, қандай мамандыққа бейімсің, яғни профориентация жұмыстары жүргізіледі. Ол сабақтың процесі, біздің шырақ онлайн курстары. Яғни ояқта тікелей эфир, аптасына 7 күн мұғаліммен кері байланыс, әр пәннен тікелей эфирлер болады. 24/7 куратордың қадағалауымен жүреді. Яғни апта сай міндетті куратормен жиналыс. Куратор сенің қай деңгейде жүрсің, үй жұмысын орындап жатсың ба, орындап жатқан жоқсың ба, барлығын куратор қадағалап отыратын болады. Және де теория және талдау 3 этапты дайындық жүйесінен өтетін боласың. Мобильді приложение, яғни мобильді қосымша. Трендтегі мамандықтарды таңдауға мүмкіндік. Гранттар тізімін кез келген және сайттан көре аласың, біздің сайттан. Мамандық бойынша біз саған тегін сараптама жүргізетін боламыз. Яғни мобильді приложение ол бізге өте ыңғайлы. Сен егерде курсты сатып алатын болсаң, сенің алған курстарың сол қосымшада шығып тұратын болады. Өте ыңғайлы приложение. Және де ерекшеліктеріміз, қазір ешқандай орталықта жоқ, информатика пәнінен дайындық. 6-11 бағдарламалармен толыққанды бастан аяқ дайындалып шығасыз, яғни фундаментін қалап береміз. Айына 2 рет ұбт-ға байқау сынақтар, яғни пробный сынақтары. Бұның бәрі мобильді қосымшамызда болады. 2023 жылғы жаңартылған база бойынша дайындаймыз, яғни ескі базалармен емес, жаңа соңғы шыққан базалармен дайындайтын боламыз. Яғни бұның бағасы неше теңге? 1 жыл бойы 5 пәннен дайындық видеосабақтар 100 000 теңге, апта сайын үздік ұстаздармен тікелей эфир 50 000 теңге, ұбт базаларын саған 25 000 теңге, құны 1 жыл бойы бақылайтын кураторлардың құны 80 000 теңге, пробный тесттер айына 2 рет талдауымен 20 000, ұялы телефонға арналған қосымша, яғни қосымшаға саған логин парольдің құны 25 000. Бұның барлығы 300 000 теңге. Яғни 300 000 теңге, ол сен осы видеосабақты көріп отыратын болсаң, ол саған жеңілдікпен 228 000 теңгеге соғатын болады. 228 000 теңге. Яғни саған ғана осындай жеңілдік ұсынып отырмыз. Грантқа түссең, ақтайсың ба осы? Мысалға, Казгу сияқты вуздар жылына 960 000 теңге. Сен 4 жыл оқисың, ол 4 миллионға жақындайды. Сенің стипендияң бар, 40 000 теңгені 48 өтесің, 1 920 000. Яғни сен 3 840 000 теңгені үнемдейсің, яғни төлемейсің. Оның үстіне саған мемлекет төлейтін болады, яғни стипендия аласың 1 920 000. Сонда сен осы екеуін қосатын болсаң, 5 640 000 теңге сенің қалтаңда қалатын болады. Яғни сен грантқа түссең, бұл ақшаны суманы толыққанды ақтайтын боласың. Мынау бізде 228 000 теңге деген баға, ол айына емес достар, білім алушылар, ол бізге жылдық
сумма. Яғни саған осы курстар саған қызық болатын болса, осы курстар туралы толық ақпаратты мынау тұрған номерге, Дилназ деген біздің менторға хабарлассаң, Пернебек ағайдан келдім деп айтсаң болды, саған барлығын толыққанды түсіндіріп беретін болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Пернебек ағай.